Білім мен ғылымның қара шаңырағына айналған 80 жылдан астам тарихы бар Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті. Жалғыз Қазақстанға емес, алыс жақын шетелге танымал бұл жоғарғы оқу орны заманға сай техникалық базамен жабдықталған және бакалаврдың 62 мамандығы бойынша, магистратураның 30 мамандығы бойынша, PhD докторантураның 9 мамандығы бойынша мамандар даярлайды. Осы оқу орнында білім алу мүмкіндігі бұйырған студенттердің бірі Нариман. Нариманның екі арманы бар. Біріншісі, аталмыш оқу орнында мұғалім болып, шәкірт тәрбиелеу. Көзіңе қарап жүрмейсің ба? Ей, жастар-ай, аңғалсыңдар, Қазақ десең өзіңе тиеді. Көзіңе қарап жүрмейсің ба? Ай, жастар-ай, аңғалсыңдар, бір жан-жақтардан қарап жүрудің жоқ сендер. Қазақ десең өзіңе тиеді. Ал екінші арманы өзінің сүйіктісін кездестіру. Мен сені бір көргеннен ұнатып қалдым. Менің қызым болуға келісесің ба? Жоқ, Нариман. Жоқ, Нариман. Жоқ, Нариман. Жоқ, Нариман. Yok, Нариман. Нет, Нариман. Nein, Нариман. Лё, Нариман. Қумасай, Нариман. Бірақ осы уақытқа дейін Нариманның махаббатта жолы болмаған. Бағадан бері сендер тыңдап отырмын, кәдімгі өздерің туралы айтасыңдар, мен де өзім туралы айтайын. Негізі мен Алматыға грантқа оқуға түсіп тұрғанмын ғой. Алматыға грантқа? Иә, Алматыға грантқа түскенмін. Қызылордада не істеп жүрсің? Қызылордада не істедім бағана, үйдегілер айтты, сыртта оқымақ қой, осы жаққа оқи берсе деп. Сосын келгенде осы жаққа Қорқытқа оқуға түстім. Бір жағынан өкінбеймін, үйден кіріп, үйден шыққанға не жетсін. Бір жағынан сендер сияқты группаластарым бар, кәдімгі қуанып, сендерді кәдімгі бұрыннан барып көрген сияқтымын ше. Енді мектепте де осындай барлығын алдынан сөйлеп, үнемі белсенді болып, тіпті класста старсы болғам. Енді осы жақта старсы болатын шығар. Сендердің араларында ешкімді көріп тұрған жоқпын, старсы болатын. Сәлем, қыздар. Сәлем. Студенттік өмірдің басы ұнап жатыр ма? Жоға, енді басталатын сияқты ғой басы. Сәлем. Саламатсыңдар ма, студенттер? Мен сіздердің жаңа кураторларыңыз болам. Жаңа оқу жылы құтты болсын. Қош келдіңіздер. Енді жаңадан келіп жатыр дегендей, ешкім бір-бірін танымай, дұрыстап таныс болмадық па? Кім қайдан келді, мақсаттарың не, армандарың қандай? Кім таныстырады өзін? Ағай, дұрыс айтады жігіттер, қыздар. Бәрін өз-өзіңізді таныстырып шығайық. Ой, осы ағаймен бірінші өзін таныстырсам болады ғой, Аха, сен ба? Ортаға шығып таныстырам. Кәдімгі группаға келген кезде группаны кәдімгі көріп, группаластарымды көріп, аудиторияны көріп, кәдімгі үйге келген сияқты сезімде болдым ше. Кәдімгі күшті барлығы әдемі киініп алған, рас па? Мен өзім туралы айтсам, менің атым Раушан болады. Мен негізі бос уақытымда әңгіме айтқан жақсы көремін. Бос уақыт мұндай қатты көп емес қой. Бірақ сонда кішкентай бос уақыт ашып әңгіме айтқан жақсы көремін. Енді өзімнің отбасым туралы айта кетсем, отбасымда осындай көппіз ғой бізде. Мамам, папам, мен, сіңілім, ағам, тәтем, бауырларым, туысқандарым, нағашыларым, папамның туысқандары, папамның бөлелері, барлығымыз бірге тұрамыз. Кәдімгі осы қалдас болып отырдық бар ғой. Енді өзім отбасым туралы айттым, өзім атымды айттым. Тағы не айтсам екен, группаластар туралы айттым. Міне Нариман, үйге де келдік. Осы подъезде тұрам. Тез келіп қалған сияқтымыз, Рахмет саған. Саған да рахмет. Мен кіре берейін ойшым. Енді Айтпақшы, үйде кім тұратырымыз туралы айттым ба? Мама, мен, папа, нағашыларым, інім, туған... Ағай айтпақшы, мен қан тобым 3 бала жетені.
Өзім отбасым туралы сізге барлығы түсінікті ғой, или қайтадан бастан айтып берейін ба? Жоқ, бәрі жақсы. Шынымен бәрін түсіндіңіз ғой, а? Иә, түсіндім. Не, отыра бер. Рахмет, ағай. Сымпылдап қалған бірдеме. Басқа кім бар өзін таныстыратын, дұрыстап, жақсылап? Бар ғой, ағай, бар ғой. Тұрсайын. Қойшы. Таныстырам? Мен әлі өзім группаластарымды таныстырған жоқпын. Қалайсыңдар, группаластар? Менің атым Нұрдәулет Баймахан. Түсінбей қалсаңыздар, Нұрдәулет Баймахан. Мен өзім бос уақытымда рэп айтқан жақсы көремін, рэперім. Өздеріңіз білесіздер, рэперлерді лақап атым атайды. Менің де атым дәл сондай лақап атым бар. Көпір. Көпір, кәдімгі көпір. Енді ол қазақ өнері мен шетел өнерінің ортасын байланыстырып тұратын көпірді атайды. Сен андай көпірді айтып тұрсың ба? Адам өтетін. Андай Көпір сөйлей берген көпір деп қоған шығар десем, жоқ, менің атымды көпір дейді. Бәрі жастар көпір дейді. Айтсайын бесін. Көпір аты. Жаңа не алды? Тек кекір дедің ба, репер дедің ба? Көпір дейді, ағай, көпір. Көпір дедің ба? Көпір. Орныңа отыр. Рахмет. Немене біреу жаңағы не дейді? Поликлиника бірдегі үшінші күн ба қан тапсыруға келді деймін, мынау көпір деп. Дұрыстап таныстырады ешкім жоқ бар, дұрыстап бір күшті болып таныстырады. Саламатсыз ба ағай? Күнің бар ма? Кіріп тұрсың қалай? Ибалыда инабатты қаншайым. Сізбен таныс болмадық па? Есімім Динара. Отыра берсем бола ма? Сен мына тұрыңды біраз отырасың әлі. Жоқ, сізбен таныс болмадық па? Толық аты жөніңіз кім? Қайдан болдыңыз? Мақсатыңыз қандай? Болашақта немен айналысқыңыз келеді? Сол туралы айтпадыңыз ба? Сіз деп сыйлап атқаныңызға рахмет, ағай. Менің есімім Динара Тасболатова. Қыздар бос уақытында қас шылумен айналысатын болса, мен шаш шылумен айналысам. Бір болашақта эсто ашып алсам ба деген ойым бар. Сіз өзіңіз таныстырмайсыз ба? Кешіріңіз. Сәлем, қыздар, жігіттер. Мен өзімді таныстыратын болсам, есімім Нариман. Менің болашақтағы мақсатым сіздер сияқты мұғалім болу. Осындай азаматтар мен азаматшаларды білім нәрімен сусындатып, үлкен халқына қалаулы, еліне елеулі азаматтар мен азаматшаларды өсіру. Тоқташы айналайын. Сен сияқты жағымпаздарды көрсем бар ғой. Сен сияқты жағымпаздарды суғаным сүймейді меніңше, сен сияқты жағымпаздарды ше. Бірақ сумен қантыға дейінші өзім жақсы көремін. Өзім жаман жақсы көремін. Ағай, мен жағымпаздан тұрмын, шын айтып тұрмын. Жоқ, мен саған ештеңе айтқан жоқпын. Бар, отыр, бес. Кім дедің жаңа? Нариман деп ағай. Қалай бес ағай, маған тапсырмада берген жоқсыз ғой? Саған қарызға бес. Бес қарызға. Ағай, қайтарам уайымдамаңыз қарызыңыз. Екі рет жағымпазданасың. Уайымдама, екі рет жағымпазданасың әлі. Жаңа неғып жазып қойыңыз журналға. Кім деді аты? Назерке деді ме? Нариман. Қайғы курс оқисың бауырым? Бірінші курс оқиын. Жүрсе кетіп сөйлесіп қойды. Осы жерде сөйлесіп беруге болмай ма не? Не, крутойсың ба не? Крутоймын ма? Жүрсе сөйлесейік та. Жоқ. Көрейік. Ал, сөйлесейік дедің ал. Ичо, не айттың келді ма? Сене бауырым, ағаларыңа секірің деп жүр ма не? Кім саған секір? Мен саған секірсем сен мыжылып қаласың ғой? Саламатсыз ба? Осы үшін бауырым, ағаларың қарны ашып тұр, мына іште.
Тиын бар ма? Қаңырса қақа же, қабыртқа бақа же. Түсіндің ба? Қалайсың да дұрыстап сөйлесесің бауырым? Ақша бар ма? Братан, көке, мен мына кісімен сөйлесе берейін. Нариман! 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 Ал жарайсың, жақсы дайындалған екенсің, жайғаса ғой. Ал құрметті оқушылар, жалпы дербес компьютерлік технологиялар 20 ғасырдың екінші жартысынан бастап дами бастаған. Ең алғашқы есептеуіш технологиялардың көлемі шамамен осы аудиторияның көлеміндей болған. Амансықпай, кіруге ұқсат ма? Сәл кешіп қалып. Көрдім кешіккендеріңді, кіріңдер. Мына көздеріңе не болған? Кеше есік көріп алған. Жалпы өтірікті де дұрыстап келтіріп айтсаң да ше. Ой, апайым кеше 3-ші курстың бір баласымен төбелесіп қалдым. Сен ерке қызды білдік қой енді. Ал саған не болды? Оны сол жігіттің қызы ұрып жүрген шығар. Тынышталыңдар. Ал енді мен сабақ жалғастыруым керек. Ендігі қайталанбасын, жайғасыңдар. Нариман, сен енді қыздар тұрған, қойсай, студент болу. Ал енді жалғастырамыз сабағымызды. Енді осы дербес компьютерлік технологияларға байланысты Қыздар, жігіттер, мына бүгін бәріміз танысып, білісіп, кімнің қай жақтан екенін, мектепте қандай болған бәрін білісіп жатырмық қой. Енді біз дәл осылай ұйымшыл болып, осы универдегі ең ұйымшыл группа болып, кәдімгідей кураторымызды көріңдер ғой, кураторымызды қуантып, кәдімгідей сондай күшті группа болайықшы. Ол үшін бізге ең бірінші кәдімгідей ұйымшылдықпен, анда-санда бір-бірімізді үйімізге қонып тұрып, бір күшті сондай болуымыз керек та. Жиналайық. Онше бүгін кешкісін сағат 8-де клубқа жиналайық. Кәдімгідей әдемі киімдерінде киіп келіп, жігіті бар қыздар жігіттерін алып келіңдер, қызы бар жігіттер қыздарын алып келіңдер. Кәдімгідей ше. Мысалы, Нариман, сен бағана мен таныс айтқанда көріп жатырмын ғой, кәдімгідей пысық екенсің. Ұлдарға өзің жауап бер, жарай ма? Барлығын жиналып келіп, әдемі болып киіп келіп, кәдімгідей ше күшті болып. Досым, қалай ойлайсың? Мына көйлек дұрыс па? Әлде мына көйлек дұрыс па? Мен де сөйтіп ойлағанмын. Ақ дұрыс қой, әрине. Күшті жарасып тұр ол, Өзің қалайсың? Менде де бәрі жақсы. Ал? Кім дейсің? Деп бір күшті қашан әңгіме айтады екенбіз екеуміз. Как всегда компьютермен ойында. Хотя бы бір группаластарыңмен танысқандай алғашқы күніңді. Қыздары қандай, жігіттері қалай екен, Топас. Не, жігіттердің топасы ба не? Саған айтып отқан жоқпын. Сен мен тыңдап отыр екенсің ғой, тыңдап отырсаң мен де саған әңгіме қылайын. Группаластарыммен таныстым. Жігіттер енді әңгіме жоқ. Былайынша нормально енді. Әлім жететін жігіттер, қыздарын көрсең, сочный. Дейтін қыздар. В общем, солармен барлығымыз танысқанымызды жуайық, не қылайық деп бүгін клубқа барамыз. Клубқа? Компьютерный ма? Жоқ, түнгі клубқа. Қумаш сен. Сен жас баласың ба? Түнгі клубқа баратын. Ертең түнгі клуб саған білім бола ма? Нам бола ма саған? Ой, пахан болмаш, пахан болмаш. Ол менің мақсатым бар ғой, менің мақсатыма жету үшін мен солай істеуім керек, шығуым керек, баруым керек. Не мақсат енді, сен не мақсат атқан? Міне, мақсат туралы сөйлесейін деп жатыр. Көрдің бе, екеуміздің достығымыз күшті болып баратыр жайым деп ше. Менің мақсатым мысалға бірнеше мақсатым. Ол әрине мұғалім болу.
Біліммен, іліммен нәрлендіру, сусындау. Одан кейін әрине сүйген жарымды табу, онымен үлкен күшті махаббат болу. Италия, Дубай, катерде. Топас екенсің ше. Ай, шашыратпаш. Ей, Нариман, адамда мақсат деген бір-ақ түйір болу керек. Бірінші бір мақсатқа жетсең, екіншісін сосын ойлана бересің. Бақылай, сен не менің мақсаттарымды айтып қоймадың ғой? Давай сенің мақсаттарыңды білейікші ал. О, геройым тірілді. Давай, боссың. Бау берік болсын. В общем, күшті әңгіме айттық екеуміз. Вообще сәттілік деп қой маған. Группостар, қайда жүрсіңдер, жандарың шығарап, тездетіп келіңдер. Ау не? Группостар, қайдасыңдар? Інім қалайсың не? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Нағым үшін не жүрді? Группаластарымызбен жиналамыз бек, соны күтіп тұрмыз. 8-де деп 9 болды. Нешінші курссың? Бірінші курс. Бірінші курс? Иә. Идеяны айтқан старсты ма? Иә. Бұлай айтты ма? Біз күшті группа боламыз, жиналамыз, ауызбіршілікте болайық, бір-біріміз үйімізге қонайық деді ма? Иә, дәл солай. Жиналмайсыңдар сендер? Неге? Маған да солай айтты. Менің де группамдағы старс айтты. Ой, біз күшті группа боламыз, ауызбіршілікте боламыз, жиналайық, клубқа шығайық, деді ғой. Иә. 9 жыл болды ғой, күтіп жүргенбіз. Қазір осы жердеміз, құр тұрмайық деп, осы жерде охранник болып қалдық қой. Шынымен ба, брата? Қалжыңдай ме? Натуре. Ой, аға, қалжыңдай беріңізші аға. Қалжыңдаймын. Сен бірақ құр тұрма. Қай жерде көп тұра бермей, ерте жатып, сабағыңды оқы. Дұрыс айтасың негізі аға. Солай жасаймын ғой. Рахмет аға. Прикольный екенсіз. Татьяна, тамақ. Группаластарың қайда? Жоқ. Жиналайық, бәріміз қыдырайық. Жоқ бәрі. Бұның барлығы менің аңқаулығымның кесірі. Жоқ, мен ақымақ болмауым керек. Маған жиналу керек. Мен өзімнің мақсаттарыма жетуім керек. Мен мұғалім болам. Және өзімнің арманымдағы сүйген адал жарым табам. Нариман, дұрыс айтасың. Нариман, адамда бір-ақ мақсат болу тиіс. Біреуіне жеткесін, екіншісін көре бересің. Ақылға салып, екеуің біреуін таңда. Досым дұрыс айтады. Мен қыз табамын деген алдамшы мақсатты алданбай, мен өзімді тұлға ретінде қалыптастырып алуым керек. Яғни, мен мұғалім болуым керек. Дұрыс айтасың, Нариман. Мен мұғалім болып аламын. Чё там, досым, кіреміз бе? Сен кіре бер, мен барам. Сәлем, сұлу қыз. Қайдағы сұлу қыз, кіріңдер тез сабаққа. Мұғаліммен сендердің. Бол, тез болыңдар. Сұлу қыз. Саламатсыздар ма, студенттер? Орнымызға жайғасақ, тезірек сабағымызды бастайық. Артық ручка бар ма, Нариман?
Апай, мен сыртқа шығып келсем бола ма? Бәрі жақсы ма? Иә, бәрі. Шынымен де ғашық болып қалдым да мен. Мен өзімнің мақсатым бар ғой, мақсатыма жету керек деп жүрмін. Ғашық болып қалған сияқтымыз. Өз-өзімді қолға алып, егер де қазір қимылдамасам, мен бұған өмір бойы өкініп өтетін болам. Ал мен өкінбеймін. Саламатсыз апай, әкесек көмектесейін. Жоқ, керек емес. Ой, апай, ауыр екенін көрініп тұр ғой, көмектесеміз сізге. Жарайды, далаға шыға бер, мен қазір артыма жарайды. Болды. Айгерім беріп жүр ма? Жоқ. Мұғалімдікі болды екен. Айгерім дәл осындай оюлы пакетпен маған беру керек тұр. Бұл менікі. Сізге Мен алайын. Рахмет. Айгерім. Апай. Жақсы да. Саламатсыз апай. Саламатсың. Мынау сізге. Бәрін түсінемін, Нариман. Сен жаман жігіт емессің. Бірақ сен мұғалім емессің ғой, студентсің. Сондықтан да ренжіме. Ал мен мына гүліңді алайын, ұстазыңа деген құрметің болсын, жарайды ма? Мен студент. Ол мұғалім. Ұят қой. Вообще сәйкес келмейді ғой. Нариман дұрыс емес, сенікі дұрыс емес. Ұят болады. Кім сөйлесіп өтсін? Жай өзім әңгіме айтып жатыр едім. Сен неғып ерте ұйықтайын отырсың? Досым, мен ойландым. Бұның дұрыс емес екен. Шынымен ба? Жоқ, сөйтсем қалды. Бәсе, менің де телефоным заряд алмай қалыпты. Ақыры свет жоққа әңгіме айтайық, досым. Давай, айтайық. Помнишь, бір ретте сен екі мақсаттың біреуін таңда. Сол мен мақсаттың біреуін таңдаған сияқтым. Мен мұғалім боламын. Жақсы таңдау, мұғалім деген. Анау кинодағы Әли мұғалім сияқты. Нари мұғалім болсын. Мұртымен бай еще. Бірақ жақсына жақсы ғой. Бірақ мен таңдауым жасағанның өзінде мен еще ғашық болып қалдым, досым. Ал ғашық болған қыз ол да мұғалім. Қойшей, кәдім жанр экшн болып жатыр ғой сенде. Айтпа, енді мен бар ойым, уайымым десем де болады. Қай мақсатым таңдасам екен? Мақсатым таңдап тура мұғалім болсам ба екен? Әлде ғашық болған қызыма қарай кетіп мақсатымды ысырып тастасам ба екен? Мақсаттан бас тартқан несі, досым? Мысалы біз орктарды жаулауға шыққан кезде, ортада эльфтер кездессе, біз олар жаулаймыз да, әрі қарай орктарға қарай жүре береміз. Түсіндің ба? Братан, жүре береміз деген жерден қалып қойдым ау деймін. Жалпақ тілмен түсіндірейінші саған, қара. Мысалы сен айдалада кетсің, қарның аш, манты жегің келіп жатыр. Сен айдалада кетіп жерден бір үзім нан тауып алдың. Сен манты жейтін ем деп нанды жемей қоймайсың ғой, дұрыс па?
түсінген сияқтымын. Бірақ маған сен студентсің, ал мен мұғаліммін деп маған ұят емес па? Олай болмайды деп айтты ғой. Жүре алмаймыз екеуміз дейді. Қайта жақсы емес па? Не? Мұғалім болған. Сен мұғалім болып ал, сосын ол қыз саған өзі-ақ келеді. Мен қалай мұғалім болам? Мұғалім болу үшін 4 жыл оқуым керек, 2 жыл магистратура. Ол 6 жылдың ішінде ол қыз деген 2 рет үйленіп кетеді ғой. Сен білмейсің ба не? Біздің универде сенің мамандығыңда жарты ставкамен мұғалімдікке жұмысқа алады. Қош, сөйтіп істеуге де бола ма? Онда светте жанды ғой. Сосын. Ой, сенде. Мынау жақсы идея болды. Мұғалім сауатты өмір салтын ұстану керек. Бол. Өйтіп, мұғалім болып көп тұр енді. Осы еңбегін бәрі дала кетпесе оған ғой. Бірақ сен мұғалім болып қабылданасың ба, қабылданбайсың ба, декан ғой шешетін. Мен қолымнан түк келмейтінін біледі, қалай мұғалім болады мен? Драма болмаш. Оттандастық. Сен аға машистік, бәрі отыршы. Ой, бір саған серьезный нәрсе айтып отырмын ғой. Не прикол ұстап отырсың? Уайымдамаш. Бір амалын табамыз. Одан да бері қара, декан өзінің машинасын ше, қатты жақсы көреді екен. Мүмкін соның машинасын жуып қоярсың, сонда мен оның машинасын жуам. Ол мені жақсы көреді, Сосын сені мұғалім болып қабылдайды. Қабылданады ғой. Сен болмасаң не істерем? Сатан! Динара, сен ақылдысың несі ше? Рахмет саған. Кетме онда. Мынадан да күшті қуанышты жаңалық болса не істейді екен? Дико, сен болмасаң!
Büyüttüm. Ya сол Динараға ерсем бәрімді құртатын түрі бар оның. Ей, мен деген еркекпін ғой. Мен шешімін табуым керекпін. Барам, кешірім сұрайым. О. Барам да кешірім сұрайым. Сәлем, Надир. Қалайсың? Жақсы. Алғашқы жұмыс күнің құтты болсын. Рахмет, көп. Енді гүліңді алып, шоколадыңды алып, кофе ішіп қайтсақ болады. Қазір ма? Қазір деппін ғой. Бүгін кешке? Кешке күтем енді. Сәлем, Динара. Сәлем. Қалайсың?
Рахмет, жақсымын. Гүл маған ба? Умаш. Мен саған гүл беретін бем. Бұл гүл Айгерімге. Айгерім маған күлді. Кофе ішуге де келісті. Мен соған асығып баратырмын. Сәттілік кеп қойма. Молодец. Қуаныштымын сен үшін. Рахмет. Менің де жаңалығым бар. Қандай жаңалық? Әкем академиялық ұтқырлықпен Польшаға жібергелі жатыр мені. Соған кетем. Жарайды, бақытты бол. Я, кет мен. Саламатсыз ба? Бізге әзірше 2 кофе. Рахмет. Мен кофені кішкентай кезімнен бері жақсы көремін. Кофе деген жақсы ғой. Айтпақшы, Нариман, сен жарадың. Мұғалім бол деп едің, болдың. Енді саған не айтсам екен? Нариман. 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 Иә, капучино. Қайдағы капучино? Кофе келген жоқ қой әлі? Сен мені мүлдем тыңдап та отқан жоқсың ғой, Нариман. Түсінікті бәрі. Келесі кезде ойланып келші. Айгерім, гүлімді алсам бола ма? Мен саған айттым ба, бір мақсатың орындалса, алдыңнан тағы бір мақсат атып шығады деп. Оны мен не айтқың кеп тұр? Мұғалім болып алдың. Енді саған Динара керек. Ал Динараны академиялық ұтқырлықпен артынан барғасын тауып аласың. Махаббат үшін не істемейсің, досым? Ай, досым, негізі сен дұрыс айтасың. Армансыз адам қанатсыз құспен тең. Бірақ екі кеменің басын ұстаған суға кетеді деген де бар. Сондықтан қанша арманыңыз болса да, әрқайсысын өз кезегімен орындағаныңыз абзал.